Ассалаумағалейкум достар. Кеше 4-4 жұлдыздар шайқасының жартылай финалы өткен болатын. Қызық пен тартыстың көкесі сол ойындарда болды. Бірінші Арыстандар құрамасы Айғырлар құрамасымен финал үшін таласты. Бұлардың таласулары кәдімгі қызықтың қызығы ғой. Достар, давайте жүзуден жарыс. Мынау неге дейін қорапқа дейін кім бірінші келеді? Сол красавчик, давайте кеттік. Кім бірінші келді? Бізде әзірге Мадара бірінші келе жатыр, оның артында екінші сон келе жатыр, үшінші Маквей. Мадара хорош бірінші келді. Мадара хорош, жеңіс сенікі. Мадара жүзуден чемпион сен. Ойбай, мына жақта, мына жақта да челлендж кетіп жатыр десе. Айбай. Достар, жатып 4-4 атысып турнирде топ алуға бола ма? Кеттік. Мыналар отыру челлендж кетіп жатыр. Міне, отыру челлендж. Төртеуде отырып алған, легит ног алып қалған, отырып бара жатыр. Осылайша Арыстандар құрамасы Айғырлар құрамасын 4-0 есебімен ойсырата жеңіп, финалға жолдамалады. Жартылай финалдың қызықты әрі тартысты ойыны да басталды. Анми құрамасы мен Қазақстан құрамасының арасындағы финал үшін шайқас. Бірінші ойында 6-7 есебімен Қазақстан құрамасы жеңіп, ортақ 0-1 есебімен алдыға шығады. Екінші ойында Анми құрамасы 7-4 есебімен Қазақстарды жеңіп, ортақ ұпай теңестіреді. Келесі ойында Анмен құрамасы Қазақстарды тағы да жеңеді. Жеңіске жетті осы ойында және ортақ есеп ұпайын 2-1-ге жеткізді. Ортақ ұпай бойынша еншілерінде 2 жеңістері бар Анмен құрамасы тағы да бір жеңіс алып кетеді. Ортақ ұпай бойынша 3-1 жеңіліп келе жатқан Қазақстан құрамасы өз-өздерін қолға алып, кезекті ойында Анмен құрамасын 7-1 есебімен ойсырата жеңіп, екінші жеңісті алып алады. Ортақ ұпай 3-2. Алтыншы ойын 6-6. Қазақстан құрамасы қазір раунд беріп қойса, жартылай финалдан ұшып кетеді. Егер жеңсе, шешуші 7-ші ойынды ойнайды. Рюбекте өте асқып, Ареке аптекасын жеп алды. Қазақша оның артында тұрған білет, және де Арека ног және 3-1 ситуация, достар. Қазақстан құрамасы осы ойында да жеңіске жете ма? 7-6 есебімен және Айзбергке қарсы Рюбек және Айзберг хорош. Қазақстан осы ойында да жеңіске жетіп, ортақ есепті 3-3 қалды, достар. Ортақ есеп 3-3 шешуші ойын, достар. Финалдың мұнау кәдімгідей тартысты, достар, мен сіздерге айттым, мұнау тартысты ойын болады дедім ба? Тартысты ойын болды ғой, таза. Ал, достар, шешуші ойын Қазақстан құрамасы мен Анмен құрамасының арасындағы ортақ есеп 3-3 ойын басталды, таяқ жерге тасталды. Ал, көреміз. Нағыз шайқасты көреміз. Ал, 4-4 мына жақта. Нағыз шайқас басқа Мадиға нок берді біріншіден. Арекеге нок берді және Нұрспын нок. Айзберг қараға 4-1. Айбай, Қазақстан. Адайыз қонақ беріп кетті Айзберг және Айзбергті алып кетті және есепті бізде Қазақстан құрамасы ашты. Нок. Да, нок. Жеги бізге. Нок почти. Последний остался. Менде упырда. Қал. Мына іште ортада жүр. Бүй қалып қой. Анада не минус елу. Нок. Қоршалынып алған екен Адайсқан және де Рюбек 1-4 мүмкіндік жоқ деп ойлаймын, иә. Есеп тең 1-1. Ой, Адайс хорош, Нұрспен күтіп алған сияқты. Мына жақта Айзберг ног алған және Қазақ хорош, Мади ног және де Дамир келіп Арекеге ног берді және Нұрспен ғана қалды. Нұрспен да өте асқып Рюбекпен қазақша келе жатыр Нұрспенға қарсы және де хорош! Рюбек хорош, құтқарып қалды командасын құтқарып қалды. Рюбек хорош, 2-1. Қазақстан құрамасы алдыға шықты. Қазақшаның өте асқып екен. Білет және Мадиға хорош, Мадиға бізде Дамир нок беріп тастады. Адайстың артында Айзберг және Адайс білет, ол Айзберг бар екен және Дамир оған көмектесу керек секілді. Адайста өте асқып, қазақшада да өте асқып. Айзбергке нок және 3-2 ситуация. Адайс пен Арекенің арасындағы қақтығыс және Адайс ол қақтығыста жеңімпаз атанып, командасына 3-ші ұпай алып беріп отыр. 3-1 және 2-ші ұпайларын Анмен құрамасы алды. Жақша алдында 4 ойыншы және Раш па, Раш сияқты, иә. Және де бізде Адайс. Бізде Рюбек Нұрспынды нок кетіп тастады. Адайс нок, мына жақта Мади, жақта Ареке мен Дамирдің арасындағы қақтығыс және Арекеде өте аз қапы және Дамирді нок беріп құлатты және тағы да 3-1 ситуация. Рюбек жалғыз өзі тірі қалып отыр екен.
ең жай ойын ба? Жоқ. Дәл қазір жартылай финалдың ең шешуші ойыны болып жатыр. Кім ұтады, сол финалға шығады. Дамирге нок берді. Адайысқа нок берді. Ана жақта Риобек ортада жалғыз өзі қалып қойды. Мына жақта Қазақшаны екі игрок қысып жатыр. Айбай, Қазақша кетті десе. Қазақша мына жақта қысылып қалды. Мына жақта болды. Мынау дейтін 4-ші ұпай күлді. Және Айзберкке нок. Ареке келді сол қапталдан, және Риобек оны көрді. Қазақша нок алып қалды. Және бірге бір алмасы жоқ, Айзберг көтеріп алған болатын мына жерде. Және Дамир келіп құлады екен. Жоқ, Дамирге өте көп хорош Ареке мен Нұрс не істеп тастады мына жақта. Хорош, Ареке мен Нұрс дейтін кәдімгі айналдырып тастады ғой. Дамирлерді кәдімгідей шатастырып тастады. Мына жақта Адайыс нок алып қалды. Қазақша жалғыз өзі қысы өте аз. Аптекасы жоқ сияқты, жоқ бар. Аптекасы бар, және 4-1 ойын. Ала алады ма екен, ала алмайды ма екен? Қазақшадан бірінші нок. Ай, Нұрспын хорош Қазақшаға хедшотын беріп, есепті 5-3 қылды. Армен құрамасында 2 ұпай қалды жеңіске жетуге. Және бізде клубтауыр. Қазақша барынша қашып жатыр. Мына жақта Мади мен Қазақшаның арасындағы қақтығыс жоқ. Арекеде көмекке келді, және Арекеге сәл-сәл қақпасын тиіп кеткен еді, бірақ Қазақшаның нок беріп тастады. Арекеге нок берді, Адайыс хорош. Және Мади бізде Арекені барынша көтеруге тырысады, иә. Арекені көтеруге тырысады, және Арекені көтеріп ала ма, көтеріп алмай ма? Мадиді өте аз қапы, және Мадиға Дамир нок беріп тастады. Және 3-1 Айзберг. Информа. Бөлменің ішіне. Мен жақта. Тек сыртқа шыққан. Дамирдің опорында. Ойбай ше. Басына берді. Хорош. Мамин қолына смок тапқаламын. Бізде 2 құрама. Рашқа келіп баратыр. Нұрс хорош Қазақшаға нок берді. Раш жасап, және Дамир нок алып қалды мына жақта. Дамир нок алып қалды. Мади сол қапталдан Нұрспен келді. Адайыс нок. Және Қазақшаны көтеріп алған болатын Риобек. Және қысым жасап жатыр. Қазақша қайта нок, және Риобек соңғы ойыншы қалды. Риобек 4 ойыншыға қарсы Армен құрамасын, және Айзбекке нок беріп кеткен болатын, бірақ 6-да 4 қылды ұпайды. Сөйтіп Армен құрамасы 2 ұпай айырмашылығымен алдыға кетіп қалған болатын. Хорош. 3 раунд чейін. Орта мен раштады чейін. Мен дым уже болды, мен ойын. Нормально, 3 раунд жүргізіп ойын болды. Мына жақта 2 ойыншы Адайыс пен Риобек. Тиктокер болсаң өзіңе қасында жүр Адайсын. Және Мадиді қысып жатыр. Мади нок, Нұрспын нок, Айзберг нок. Жоқ, Айзберг нок, және Нұрспын алып кетті. 6-да 5 есеп. Бәрлігі тұрған, дірілдеп тұрған шығар. Бәрі дірілдеп тұрған примерно. Адайыс 2-стенкамен келді ғой. Хорош, Мадиға орын берді. Мадида өте аз қапы. Мадида бірақ аптека алған еді. Және Арекеге нок. Арекеге хедшот беріп тастады. Ареке бірақ аптекасын жеп алды. Мадида бір аптека алған еді, соны жеді, бірақ қысы да конца толмай қалды, түтіндерін лақтырып жатыр. 2 түтін кетті бірден, және қазір басталады қызықтың бәрі достар. Соңғы зона 4-4 шайқас. 6-да 5 Қазақстан ұтылса ұшып кетеді. Жартылай финалдан. Кетті, деймін жақындайық, деймін. Опа, 30 деймға келіндер жайлып. Зона бізде. Все, қайта салмауым. Оны жаққа тұрып аламын мен. Сен барман шықты. Күнә мен упорында тұр. Алмас қырсындар енді. Деймін лақтасын өз жерге азап болса. Мен жоқ деймін. Деймдарға тұрып алу керек болмаса. Кірді бір. Нок. Бірге күтіндер. Мен көтере аласың ба? Лучшие просто. Айрамыз. Және қандай ойын болмақ мына жерде. Хедшоттар беріп тастады Мадиға. Хедшоттар беріп тастады, асықпау керек. Бізде Қазақстар оң жақ бетпен Рашқа кетіп баратқан сияқты. Иә, Мади мен Арекені күтіп алу керек. Және Ареке нок! Тұрына ерді бір. Нок! Найс. Аспа. Бірге. Аспаңдырш болды, аспаңдырш. 3-4. Аттан кетіп. Нок. Аспа, барма. Рио барма. Ай, Рио, тиктокер. Рио барма. Үрпен бірге жүндір. Берде сенкілер даш та ерді. Сенкілер жатыр, сенк алыңдар на ерден. Міне, 2 сенк бар. Ортаға ше, мен сенк бар. Инфа жоқ. Кет, былай көрейік сәйлеп. Бірге. Рио қалма артты.
Төбеден. Гол! Хорош. Нокс, ласт. Дона! Бля, Төбеден байт. Перехил жасайды казан, абырыңдашы. Перехил жасайды. Аяқта ол. Зонаға. Отыр ғой мен. Ай, просто. Красавчик.